Қайырлы күн достар, сіздерді каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін витаминдер тақырыбын талқылайтын боламыз. Оның ішінде суда еритін витаминдер фолий қышқылы, В12 витамині немесе кобаламин деп атаймыз. Бұл витаминдер өте маңызды. Каналымда витаминдер тақырыбы туралы өзге де видеолардан көре аласыз. Фолий қышқылы. Фолий қышқылы өсімдіктерден олардың жасыл жапырақтарынан бөлініп алынады. Фолий қышқылының құрамы құрылымдық 3 негізгі заттан тұрады. Бұл птеридин, парааминобензой қышқылы және глутамин қышқылы. Сонымен қоса фолий қышқылы ашытқыда, бауыр, бүйрек, ет және басқа да жануар текті өнімдерде кездеседі. Оның тәуліктік мөлшері 50-100 микрограммға дейін, алайда сіңірілуі нашар болуына байланысты 400 микрограммға дейін қабылдауға болады. Фолий қышқылы тотығу дәрежесі әртүрлі бір көміртекті радикалдарды, метил, оксиметил, формилді радикалдарды тасымалдауға қатысатын коферменттің субстраты болып табылады. Яғни негізгі заты. Бұл коферменттер пуринді нуклеотидтердің және уридин монофосфаттың тиамин монофосфатқа дейін айналу реакциясына қатысады, глицин және серин алмасуына қатысады. Фолий қышқылының жетіспеушілігі қан түзілудің бұзылуына алып келеді. Соған байланысты қан аздық түрлері, макроцитарлы анемия, лейкемия, бой өсуінің нашарлауы. Сонымен қоса эпителий регенерациясы төмендейді, ДНК синтезіне қажет пурин және пиримидиндік құрылымдардың жетіспеушілігі көрініс береді. Организмде қалыптыда ішек микрофлорасында жеткілікті мөлшерде синтезделеді. Алайда сульфанил амидтік препараттарды пайдалану кезінде осы фолий қышқылының жетіспеушілігі көрініс береді. Себебі сульфанил амидтік препараттар фолий қышқылы синтезін төмендетеді. Әрі қарай В12 дәрумені немесе кобаламин. Бұл дәрумен алғаш рет бауырдан бөлініп алған және құрамында жалғыз металы бар дәрумен болып табылады. Бұл металл кобальт. В12 дәрумені жануарларда немесе өсімдіктерде синтезделмейді. Ол тек қана микроорганизмдерде синтезделу қабілетіне ие. Жануар ұлпаларында әсіресе бауырда және бүйректе кездеседі. Оның жетіспеушілігі кобаламиннің сіңірілуінің бұзылысымен байланысты. Өз кезегінде кобаламин касланың ішкі факторы арқылы сіңіріледі. Яғни касланың ішкі факторы деп отырғанымыз ол асқазанның жабынды жасушаларында синтезделетін, осы В12 дәруменінің синтезделуіне қатысатын негізгі заттардың бірі болып табылады. В12 дәрумені касла факторы арқылы байланысады, кальций қатысуымен солайша сіңіріледі. Ал касланың ішкі факторы бұл асқазан сөйлі қышқылдылығы төмендеген кезде орын алады. Асқазанның қышқылдылығы төмендейді, шірінді қабаты зақымдалған кезде. В12 дәруменінің тәуліктік қажеттілігі 1-2 микрограммды құрайды, өте аз мөлшерде. Оның биологиялық рөлі ол екі коферменттің түзілуі үшін қажет. Цитоплазмада метил кобаламиннің, митохондрияда дезоксил аденозил кобаламиннің. Бұл екі кофермент неге қатысады? Метил В12 немесе метил кобаламин коферменті гомоцистеиннен метионин түзілуіне қатысады. Яғни бұл гомоцистеин метионин циклы арқылы жүзеге асырылады. Метионин бұл амин қышқылы ағзада өздігінен түзілмейтін амин қышқылдар тобына жатады. Сонымен қоса метил кобаламин ДНК және РНК синтезіне қажет нуклеотидтер синтезі үшін, сонымен қоса фолий қышқылы туындыларының өзгерістері үшін қажет. Дезоксиаденозил кобаламин болса, ол тақсанды көміртегі атомы бар май қышқылдары метаболизміне және тармақталған көмір сутекті тізбегі бар амин қышқылдары метаболизміне қатысады. В12 яғни кобаламиннің жетіспеушілігі бұл макроцитарлы анемияға алып келеді. Бұл аурудың негізгі белгісі эритроциттер көлемі үлкейеді. Қан айналымында эритроциттер саны азаяды. Қанда эритроциттер санының азаюына байланысты гемоглобиннің де концентрациясы төмендейді. Қан түзілу процесінің бұзылуының негізгі себебі бұл нуклеин қышқылдары алмасуымен тікелей байланысты. Яғни осы нуклеин қышқылдарының алмасуы бұзылады және соған байланысты қан түзу жүйесі қызметі бұзылады.
орталық жүйке жүйесінің де бұзылыстар көрініс береді, және оның негізгі себебі тақ санды көміртегі атомы бар май қышқылдарының ыдырауы. Соның ыдырауына байланысты оның жиналып қалуы метилмалон қышқылының улылығына байланысты көрініс береді. Метилмалон қышқылы өз кезегінде улы әсер көрсетеді. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз.